Осыдан тура 3 жыл бұрын Көкшетаудан Алматыға бет алған Скат әуе компаниясына тиесілі ұшақ апатқа ұшыраған болатын. Ұшақ ішіндегі 21 адамның барлығы да мерт болды. Арасында жерлесіміз Қайсар Малғаждаров та бар еді. Небәрі 43 жасында өмірі қиылған атпалды азаматты бүгінде туған туыстары мен достары жылды еске алады. Оны еске алуға да қиын. Сол кезден 3 жыл өтті. 1 жыл болғанда Қайсарымыз о дүние болып кеткеннен кейін жолдастары келіп маған айтты: "Бақчан тәте, Бақчан Мағжан, біз монташайық. Қайсардың аты өшпесін. Қайсар әрқашан ойлайтынды, балалар спортпен айналыссын. Ертең үлкен азамат болады, спортпен айналысса, шылым тартпайды, арақ ішпейтін болады, спортпен айналысса." Соның ойын енді іске түсіріп отырмыз. Өзінің қысқа ғұмырында Қайсар Малғаждаров отбасына сүйеніш, досқа адал бола білді. Әскер уақытында танысып, өмірінің соңына дейін ең жақын досы болған жандардың бірі Геннадий Лозаков оны тек жақсы жағынан ғана таныдым деп отыр. Друг Қайсар, мой друг с армейских лет. Қайсар менің досым, ағамдай болып кеткен жан. Оның о дүниелік болғанына әлі күнге дейін сене алмаймын. Өте жарқын адам еді. Бүгінде Қайсар Малғаждаров атындағы қайырымдылық қор жұмыс жасауда. Спортқа бейім балаларға көмек көрсетуге бағытталған қор қысқа уақыт ішінде 1 миллионнан астам ақша жинаған. Осы қаражатқа алыс жақын ауылдар мен қала балаларына Петропавлдың ең көрікті жерлеріне саяхат ұйымдастырылды. Айта кету керек, қыршыннан кеткен азаматтың артында әйелі мен 4 баласы қалды.